сіздермен бүгін біз Мари Токка. Және достар, бүгін бізде жаңадан серия. Бүгінгі біздің сериалдың аты Кедей қыз деп аталады. Айтайын, мен ешкімнен ол Кедей қызды деген сериалды ұрлаған жоқпын, менің өзімнің ойым. Тағы да менен басқа да тоқы-бұқы түсіретін адамдар жолы жасап отбасын деп мен өзім ойымнан шығардым. Кедей қыз деген білем, бірақ ол кедей қыз дегенді барлығы түсіреді, бірақ ол менің өзімнің ойым. Ешкімнен ұрлаған жоқпын. Ал біз бастаймыз. Айтпақшы, бұл қыздың есімі Жасмин, жасы 13-терде. Бұл 2007. Және жасы 14, 15, 16 сол аралықтарда, ал жылы 2007 болады. Ал біз бастаймыз. Қарным ашты. Ал маған ешкім ештеңе тастамайды. Даже адамдардың өзі де. Анда-санда тек қана кофе ғана ішіп отырам. Басқа жейтін, киетін еш нәрсем жоқ. Адамдардың барлығы мені жақтыртпайды. Неге? Барлығы ұқсап бізде. Жүрсе қой, жақсы. Бірақ кім тастайды дейсің? Әпше, ашы беріңізші. Ей, қақтың әпшесі, сен көрінген адамға, қызға әпше, тәте дей бересің ба? Ақша жоқ, өзімізге жетпей жатқанда, саған қақтың тауып береміз. Жарайды, бұған да көндім. Ақша беріңізші. Ақша жоқ, қақтың тауып береміз саған. Өзімізге жетпей жатқанда, продукты. Үнемі. Жарайды. Ағатай, ақша бар ма? Беріңізші, қарным аш. Бұлай жүргеніме 2 жыл болды. Я, мен сенің бұлай жүргеніңді білем. Көргем, өткен сайын әркімнен қайыр сұрап, ақша таба алмай отырасың. Онда мен саған қазір ақша берейін. Бересіз ба? Рахмет сізге. Міне ақша, ала ғой. Бірақ бұл өте көп қой. Бұл саған жетеді. Сау бол. Сау болың саған, рахмет. Оқас жоқ. Қандай мейірімді аға. Маған да осындай аға керек. Бірақ қайдам. Бұндай аға барынан жоғы. Тоқтай тұр. Мына жерде тігін сондай ма айналысатын сияқты. Онда мен сұрап көрейінші бұның несінен. Бәсе, мен тігімен жас айналсам ғой. Осы іспен айналсам, ақша беру мүмкін. Себебі бұлар тігілген киімдерінің барлығын өздері дүкендерге, ірі маркеттерге
шопинг жасайтын жерлерге жібереді. Ал мен әдемі киімдер тіксем, оның тігілген киіміне қарап не істемейді ме? Бәсе, неге бұны бұрын ойламағам? Қазір бұның несімен, хозяйынымен сұрар сөйлесіп көрейінші бастығымен. Сәлеметсіз апа. Сәлеметсің бе? Не үшін келдің бұл жерге? Мен сіздерді сырттан бақылап жүрдім. Сіздерде тігінмен айналысатын жұмыс бар екен. Я бар. Мен сол жұмысқа кірсем болады ма? Қазір тоқтай тұр. Бос орын бар менке, мен көрім керек бірінші. Как раз бір ғана орын қалыпты. Онда мен сол орынға барып киімдер тіксем болады ма? Я, болады. Біздің жұмыскерлер әлі 2 айдан бері ештеңе жасаған жоқ. Біз өзіміз 2 ай бұрын ашылдық. Мен онда сіздерге көп киім тігіп беретін боламын 24 сағаттың ішінде. Рас айтасың ба? Я. Жарайсың. Онда барлық қазірден бастап айналыса бер. Мен аргүні, яғни сен бүгін кірдің, ертең жұмысымды көріп кетем. Ал аргүні болса, дайын киімдерді алып, не істеймін, өткізем. Айлықтарыңыз қанша теңгеден, қанша? Сенің тіккен киімдеріне қарай. Егер нормальный киім тігетін болсаң, 50 мыңнан азырақ, кішірек, 40 мың, 30 мың. Ал әдемі киімдер тігетін болсаң, 50 мыңнан жоғарылақ бере береміз. Біз киімдерің тігілгеніне қарай, қандай матамен тігілгеніне қарай айлықтардың барлығын береміз. Рахмет сізге. Бар ойыңа жағаса бер. Сау болыңыз. Сәлем. Фу, сен қандай қызсың? Соны айтам, біздің ұмызға немене келдің? Неге бәрі маған үйті береді, а? Өздеріне қарап алсаңыздар, 2 айдан бері ештеңе жасамайсыздар. Әлі бір киімді тікпегенсіздер. Не дейді мынау бізге? Көресің әлі, біз сенен де жас киімдер тігеміз. Өзіне қарап алмайды біріншіден. Ой, бірше бұлар мен де ұрыстым. Қой құрсын. Неде сіз жіптерді алып, тігіп бастай берейін. Өйткені менің уақытым аз. Достар, бізде бірінші сериясы аяқталды. Екінші сериясы көргілеріңіз келсе, маған подписация етіңіздер. Өтініш 100 подписчикке жетелікші.